тапсырды осыдан сен ұғындың. Қиынымен қатар тұрар қызығы математика патшасы сан ғылымның. Леонард Эйлер 1707 жылы туылып, 1783 жылы дүниеден өткен. 17 ғасырдың ұлы математика. Швейцарияда туған, Россияда тұрып жұмыс істеген. Петербург ғылым академиясында мүшесі. Эйлердің зор ғылыми мұралары математикалық анализге, геометрияға, сандар теориясына, вариациялық есептеуге, механизмге және басқа да математиканың қосымшаларына қатысты тамаша нәтижелері бар. Декарт 1596 жылы дүниеге келіп, 1650 жылы дүниеден өтті. Француздың ұлы философы, математигі, аналитикалық материяны жасаушылардың бірі. Айнымалы шамалар ұғымын енгізген. Негізгі еңбектері геометрия, рассуждение методе. Ферма Пьер 1601 жылы дүниеге келді, 1665 жылы дүниеден өтті. Француз математика және юристі, өз заманының ірі математиктерінің бірі. Ферма сандар теориясы саласында да көрнекті геометрияны құрды, сол арқылы аса үлкен нәтижелерге қол жеткізді. Исаак Ньютон 1643 жылы туылып, 1727 жылы қайтыс болған. Ағылшынның ұлы ғалымы Лейбницпен бірге бір мезгілде математикалық анализ негіздерін жасады. Классикалық механиканы жасаушы. Ньютонның аса жаңалықтары оптика, физика мен математиканың басқа да салаларына жатады. Оның басты еңбегі математические начала натуральной философии. Табиғат жөніндегі ғылымдардың дамуына аса үлкен ықпал етті.